Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін өте әдемі әрі дәмді болып шығатын тауық аяқтарын духовкада пісіретін боламыз. Менің каналымнан өте керемет, оңай әрі тез жасалынатын рецепттерді таба аласыздар. Сол себепті каналымды жоғалтпас үшін тіркеліп қойыңыздар. Ең алдымен тауық аяқтарын жақсылап жуып, үлкенде ыдысқа саламыз. Одан кейін дәміне қарай тұз, бұрыш саламыз. Одан кейін тауығымызды араластырып аламыз. Соус дайындаймыз. Ол үшін 2-3 тісше сарымсақты үккіштен өткіземіз. Одан кейін ащы томат немесе кетчуп чили қосамыз. Кептірілген базилик, паприка, соя тұздығы және де балымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Және де дайындаған соусымызды тауық аяқтарына құйып, жақсылап араластырып аламыз. Тауығымызды соуспен араластырып болғаннан кейін табамызға қойып шығамыз. Осы видеодағыдай жоғары және төмен қаратып кезекпен кезек орналастырып қойсаңыздар болады. Тауық аяқтарымызды қызып тұрған духовкамызға 200 градуста шамамен 50 минут 1 сағат көлемінде пісіріп аламыз. Яғни беті қызарғанша пісіріп аламыз. Міне біздің тауықтарымыз дайын. Өте әдемі, иісі деген керемет болып шығатын тауықтарымыз дайын. Сіздерге ас болсын. Бұл тауықтарды міндетті түрде дайындап көріңіздер. Қонақтарыңызға, үйдегілеріңізге ұнайтынына өте сенімдімін. Бұл тауықты кешкі асқа да гарнирмен дайындасаңыздар да болады. Менің каналымды жоғалтпас үшін каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Осы айдың соңына дейін 1000 подписчик жинауға ниет еттім. Сіздерден қолдау күтемін. Барлықтарыңызға рахмет. Келесі видеода кездескенше.